Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен фреш салатын жасайтын боламыз. Тауықтың екі сирақ етін соломка ретінде тураймыз. Бұл жерде өзіңіздің қалауыңыз бойынша тауықтың дөс немесе сирақ етін пайдалануыңызға болады. Туралған тауықтың еттерін ыдысымызға саламыз. Бір қызанақты екі бөлікке бөліп, және де кішкене жіңішке бөлікшелерге бөліп, соломка ретінде тураймыз. Туралған қызанақтарды ыдысымызға саламыз. Енді салатымыздың үстіне кириешкеден саламыз. Салатымызға 5 ас қасық консервіленген жүгеріні саламыз. Енді 4 ас қасық консервіленген үрме бұршақтан саламыз. Салатымыздың қоспасын дайындаймыз. Ол үшін кесеге көлеміне қарай майонезді құйып аламыз. Майонездің үстіне 2 ас қасық зернисті горчицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Кішкене приправа қосып, тағы да араластырамыз. Қоспамызды салатымыздың үстіне құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің дәмі сондай ерекше фреш салатымыз дайын болды. Және де дайындалу ешқандай көп уақыт алмайды. 1-2-3 минуттың аралығында сіз оны дайындап, үйдегілеріңізге немесе келген қонақтарыңызға дайындап бере аласыздар. Тез және оңай. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда басқа да салаттардың рецептілерін көре аласыздар.